Сәлем достар, Elementary деңгейінің екінші сабағы. Және бізде бүгінгі тақырып ол present simple. Present simple'ды қай кезде қолданамыз? Содан бастайық. Бірінші ол habits and routines, яғни привычка және рутина туралы айтқан кезде қолданамыз. Мысалы, I go to the gym every morning. Мен күнде азанда спортзалға барамын. She brushes her teeth before bed. Ол ұйықтар алдын тісін жуады. Яғни бұл бізде рутина немесе привычкалар туралы. Келесі екіншісі facts немесе general truth, яғни факты немесе шындықты айтқан кезде. Мысалы, the earth revolves around the sun. Жер күнді айналады. Бұл бізде факт, иә. Water boils at 100 degrees Celsius. Су 100 градус Цельсияда қайнайды. Келесі permanent situations, яғни тұрақты ситуацияларда. Мысалы, he lives in New York City. Ол Нью-Йоркта тұрады. She works as a teacher. Ол мұғалім болып жұмыс жасайды. Яғни тұрақты іс-әрекеттер. Келесі in instructions or directions, яғни бағыт-бағдар, инструкция берген кезде. Мысалы, first, you pour the milk into a bowl. Бірінші, сіз сүтті ыдысқа құйыңыз. Бұл жақта инструкция беріп жатыр, не істеу керек екенін. Turn left at the next intersection. Келесі қиылыста солға бұрылыңыз. Бұл жерде бағыт-бағдар беріп жатыр. Яғни present simple'ды қолданып тұр. Окей, present simple'дың формуласына келейік. Affirmative sentences, яғни болымды сөйлемдерде бізде қалай болады екен? Егер subject, яғни I, you, we, they болатын болса, біз етістіктің base form, яғни бастапқы формасын қолданамыз. Мысалы, I eat breakfast every morning. Мен күнде азанда таңғы ас ішемін. They live in London. Олар Лондонда тұрады. Бірақ subject'тің he, she, it жекеше түрде үшінші жақ болатын болса, біз етістікке әрқашан s немесе es жалғаймыз. Мысалы, she eats pizza for lunch. Яғни she eat емес, eats деп айтамыз, иә? Немесе he goes to work early. Бұл жерде es жалғанып тұр. Қандай жағдайларда es жалғанады? Егер етістік s-қа, double s-қа, ch-қа, sh-қа, x-қа немесе o-ға бітетін болса, біз es жалғаймыз, қалған жағдайларда жай ғана s жалғайсыздар. Енді болымсыз сөйлемдерге көшейік. Болымсыз сөйлемде I, you, we, they'да біз don't, do not, қысқартқанда don't қоямыз және етістіктің бастапқы формасы. Мысалы, I don't like broccoli. Мен брокколиді ұнатпаймын. They don't play tennis. Олар теннис ойнамайды. Олар теннис ойнамайды. He, she, it'та біз does not, қысқартылғанда doesn't жалғаймыз. Және одан кейін етістіктің бастапқы формасын қойылады. Бұл жерде енді етістікке s жалғаудың қажеті жоқ. Себебі мына жақта does, яғни do'ға s жалғанып тұр ғой. S жалғанып тұр. Екінші рет тағы да етістікке s жалғаудың қажеті жоқ. She doesn't watch TV in the morning. Ол азанда телевизор көрмейді. He doesn't speak Spanish. Ол испан тілінде сөйлемейді. Түсінікті. Енді interrogative sentences, ол бізде questions, то есть сұрақ қалай қоямыз present simple'да. Ол кезде бізде көмекші сөздер do, does алдына шығып кетеді. I, you, they'да do шығады алдына. Do, потом барып I, you, they, одан кейін етістіктің бастапқы формасы. Мысалы, do you like ice cream? Сізге балмұздақ ұнайды ма? Немесе, do they go to the same school? Олар бір мектепке барады ма? He, she'тта бізге көмекші етістік, яғни does'ды қоямыз. Does, he, she және етістіктің тағы да бірінші формасы. Бұл жерге s жалғаудың қажеті жоқ. Себебі do'да уже жалғанып тұр. Does болып тұр, Does she speak French? Ол французша сөйлейді ме? Немесе, does he work on weekends? Ол демалыс күндері жұмыс жасайды ма?
сұрақ қою түсінікті, енді сұраққа қалай жауап береміз? Сұраққа немен сұрақ қойдық, сомен жауап береміз. Яғни doмен сұрақ қойсаңыз, do doesбен сұрақ қойсаңыз, do doesбен жауап бересіз. Мына жерде бір екеуіне жауап беріп көрейік. Do you like ice cream? Сіз балмұздақты ұнатасыз ба? Иә, ұнатамын деп айтқыңыз келсе, yes, I do. Жоқ, ұнатпаймын. No, I don't. Немесе мына жерге. Does she speak French? Ол француз тілінде сөйлейді ме? Иә, сөйлейді. Yes, she does. Жоқ, сөйлемейді. No, she doesn't. Окей, түсінікті болды деген ойдамын. Енді present simple'дың көмекші сөздерін қарайық. Көмекші сөздер ол бізде signal words or time expressions, yeah? Signal words. So, бізде ол always, usually, often, sometimes, rarely, never. Жаңағы тағы да every day, every week, every month, және осылай жалғастыра береді, etc. On Mondays, on Tuesdays, on Wednesdays деп те кете береді. Немесе in general, generally, in most cases. То есть бұл бізде present simple'дың көмекші сөздері. Бұларды жаттап алу керексіздер. Енді кішігірім практика жасап кетейік. Мұнда берілген екі жаттығу, иә. Бірінші жаттығуда жақшадағы етістіктерді шығарып, дұрыс формаға қойып шығасыздар. Екіншісінде екі сөз берілген, жақшаның ішіндегі екеуінің біреуі дұрыс, соны белгілеп шығасыздар. Астын сызып шығасыздар. So, видеоны пауза қойып қазір осыны жасаңыздар, және содан кейін біз жауабын тексереміз. Окей, guys, деп болды деген ойдамын. Енді жауабын бірге тексерейік. Жауаптарын тексеріп алыңыздар. Сіздерде барлығы дұрыс болды деген ойдамын. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше.